Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жесеңіздер ауыздарыңызда дәмі кетпейтін пельмен сорпасын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бір зуала қамыр илейтін боламыз. Оған бір пиалай су мен бір жұмыртқа, бір шай қасық тұзды салып, осылай араластырып жібереміз. Сосын ұнымызды електен өткізіп, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Қамырымызды илеп болдық. Енді пищевой пакетпен орап, сорпамызды дайындағанша қойып қоямыз. Бір үлкен немесе екі кішкентай пиязды теркадан өткізіп аламыз. 300 грамм фарш, үстінен тұз, қара бұрышты салып, жақсылап біркелкі араластырып, дайындап қоямыз. Сорпасын жасайтын боламыз. Көкөністерді кубиктап турап дайындаймыз. Алдымен қызып тұрған майға пиязымызды салып қуырып аламыз жақсылап. Үстінен сәбізді салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Сосын үстінен томатымызды салып, жақсылап тағы да қуырамыз, қызартып. Сосын картопты салып, тағы да қуырамыз. Сосын қызанақты саламыз. Сосын жасыл, қызыл, тәтті бұрыштарды салып, араластырамыз. Үстінен чеснок, укропты салып, тағы да қуырып жібереміз. Сосын 2 литр суды үстінен құйып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, кориандр қосып, жақсылап араластырып қайнатамыз. Ал енді дайын болған суала қамырымызды жақсылап, қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қылып жайып шығамыз. Келесі жолы қандай рецепт түсіріп салғанымды қалайсыздар, астына жаза кетіңіздер. Ал енді қамырымызды жайып болдық. Өзімізге ыңғайлы етіп, кубиктап кесіп шығамыз. Қамырымыз барлығы бірдей болу үшін 3 саусақпен өлшеп кесіп шықтым. Арасын ашып, ұзына бойлы бір-бірінің үстіне қойып шығамыз. Барлығы бірдей болу үшін тағы да 3 саусақпен өлшеп кесіп шықтым. Кесілген қамырларымызды жайып, үстінен қатты толтырмай фарштарымызды салып шығамыз. Бір-бірімен біріктірген соң қаттырақ басамыз, себебі ашылып кетпес үшін. Барлық пельменімізді түйіп, дайындап болдық. Енді қайнап тұрған сорпамызға пельменімізді салып, 5-7 минут қайнатып аламыз. Пельменіміз пісіп дайын болды. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.